Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен Азиза. Бүгін осындай вареный сгущенкадан жасалатын пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ұнымыз бен қопсытқышымызды електен өткізіп саламыз. Оның үстіне қант, бөлме температурасындағы сары май барлығын салып аламыз да, енді қолымызбен езіп крошке жасайтын боламыз, ұнтақ жасаймыз. Енді оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз да, тағы да осылай қолымызбен басып, осылай уатып, яғни қамыр жасайтын боламыз. Содан соң қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін пищевой пленкамен немесе салафанға салып, жарты сағатқа қойып қоятын боламыз, қамырымыз тұнғанша. Содан кейін жарты сағаттан кейін алып, қамырымызды осылай жайып шығатын боламыз. Содан соң оның үстіне салмасына мен орехты пайдаландым. Оның басқаша орехтерді пайдалансаңыздар да болады. Содан соң вареный сгущенканы үстіне құйып шықтым. Бетіне қамырдан мен кішкене алып қалдым. Осылай бетіне әдемілік ретінде осылай қолымызбен жайып шығамыз да, бетіне қойып шығатын боламын. Осылай узор жасап шықтым. Оны жасамай қойсаңыздар да болады, ол маңызды емес. Енді оны пештің 180 градусында 20-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Қарап қойыңыздар. Содан соң оны пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, нәзік болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.